Саламатсыздар ма, құрметті медик студенттер, сіздермен бірге білімді бол дәрігер проектісі. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз фармакокинетика. Ендеше достар, бастайық. Құрметті достар, мынау алдарыңызға көрініп тұрған кітаптар бұл нағыз фармакологияның сырын, құпиясын білуге көмектесетін кітаптар болып табылады. Сол себептен де оқысаңыздар болады. Ол мына USMLE-ға дайындайтын Капланның фармакологиясы, базалық фармакология Кадзунг және де Томас Тозердің клиникалық фармакокинетика және фармакодинамика кітаптары. Одан бөлек достар, арнайы мына сілтемелер бар. Сіздерге осы сілтемелерге кіріп, ары өздеріңіздердің білімдеріңізді дамытуға көмектеседі. Ол сілтемелер біздің Telegram каналдан алсаңыздар болады деп тығып. Так, фармакокинетика деген не? Фармакокинетика дегеніміз бұл дәрінің тағдырын шешу деген мағынаны білдіреді. Яғни дәрілік препараттың ағзадан қалай сіңеді, қалай метаболизмге ұшырайды және де ағзадан шығарылады деген этаптардың барлығын осы фармакокинетика ғылымы зерттейді. Сол себептен достар, мұқият тыңдаңыздар, өйткені фармакологияның негізгі базасы осы фармакокинетика болып табылады. Енді фармакокинетика қандай этаптардан тұрады деп айтатын болсақ, бұл негізгі этаптары 4 этап. Оны ағылшын мнемоникасында ADME деп жаттауға болады, яғни абсорбция, distribution, метаболизм және де elimination. Бұл ағылшын тілдерінің нағыз этаптары біз қазақ тілінде сіздерге жақсы түсіндіріп береміз. Өйткені біздің негізгі проект ол білімді бол дәрігер. Сол себептен де қазақша контентті біз жақсы сіздерге түсіндіріп беретін боламыз. Ендеше кеттік. Әр этаптан бастайтын болсақ, мына жерде бірінші этап бұл absorption. Absorption дегеніміз бұл дәрілік препараттың сіңірілуі. Дәрілік препараттың сіңірілуі үшін бізге екі жақтан белгілі бір критериялар қажет. Яғни мынау көріп тұрғаныңыздай дәрілік зат үшін бізге 4 талап керек дәрілік препараттың сіңірілуіне. Ол біріншісі молекуланың көлемі, екіншісі липофильділігі немесе гидрофильділігі, төртіншісі полярлығы және төртіншісі pH ортасы. Мұна жерде бізде ағзаның талаптары дәрілік препараттың сіңірілуіне. Ол біріншісі сіңіру беткейінің ауданы, яғни белгілі бір жерде сіңірілу ауданы үлкен болған сайын дәрілік препаратта жақсы сіңіріледі. Біз қандай ағза туралы ойлауға болады бұл жерде? Әлбетте ол екі ағза, бұл ішек және де тері. Өйткені ішектің де және де терінің де сіңіру беткейі үлкен болғандықтан дәрілік препараттар да сол аймақтарда жақсы сіңіріледі. Екінші қойылатын талап бұл pH ортасы. Ағзаның өзіндік бір pH ортасы бар. pH орта өзі екеуі, ағза үшін ол жаңағыдай негіздік орта және де қышқылдық орта. Осы жерде бір заң бар, оны қазіргі презентацияда, келесі презентацияда талдайтын боламыз. Оған қазір қатты мән бермей қойық. Үшіншісі бұл гидратация дәрежесі, яғни ыдырау дәрежесі, и төртіншісі микроциркуляциясы. Сіздерге айтып кетер бір жайт, клиникада аталған осы 4 этаптың ең маңызды этаптарының бірі бұл микроциркуляция. Егер ағзада микроциркуляция жақсы болатын болса, яғни мысалға қай жерде тамыр көп болатын болса, сол жерде тез сіңірілу байқалады. Кейбір жерлерде өкінішке орай ағзада тамырдың аз болу нәтижесінде дәрілік препараттар сіңбей қалатын жағдайлар болады. Сол себептен де мұқият осы талаптарды байқауымыз қажет. Енді дәрілік препарат сіңеді деп айтып кеттік. Дәрілік препаратты қалай сіңеді деп тағы түсіну үшін бізге мынау транспорттық жүйе деген тақырыпты өте жақсы түсіну қажет. Транспорттық жүйе дегеніміз бұл дәрілік препараттың ағзаға қалай сіңуге көмектесетін бір керемет құрылғы болып табылады. Оның негізгі 4 жолы бар. Ол пассивті диффузия, ол жаңағыдай қарапайым жеңілдетілген диффузиялар, одан кейін активті транспорт, оның біріншілікті және екіншілікті түрлері бар. Оны біз сіздерге арнайы схемада қазір көрсететін боламыз. Сонымен достар, абсорбция үшін бізге қажетті тақырыптардың бірі бұл транспорттық жүйе. Транспорттық жүйені сіздер білсеңіздер, фармакокинетиканың именно абсорбция бөлімін жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Ендеше давайте біз сіздермен бірге клеткамызды сызайық. Клетканың
мына мембранасы деп алайық. Мембрананың астында білесіздер, клетканың өзі орналасады. Мембрана деген ол клетканың сыртын қаптайтын қапшық, білесіздер, оны барлықтарыңыз. Осылай схема түрінде сызайық. Енді достар, қараңыздар. Бізде транспорттық жүйе бойынша екі-ақ вариант бар. Өйткені бізде Алла тағала өзі аз ғана транспорттық жүйе берген. Сол себептен де осы екеуін міндетті түрде сіздер білулеріңіз керек. Біріншісі бұл пассивті транспорт. Екіншісі бұл активті транспорт. Қалай тез әрі нақты түсінуге болады? Ол үшін бізге екі-ақ факт қажет. Екі жағынан бұл пассивті транспортқа бізде біріншіден градиент концентрация бойынша жүреді, және екіншісі бұл АТФ-ті қажет етпейді. Активті транспорт дегеніміз не? Бұл қарама-қарсы жүреді, яғни градиент концентрацияға қарама-қарсы жүреді, және де екінші факт бұл АТФ-ті қажет етеді. Енді бұл жерде сұрақ туындайды. Кітаптарда градиент концентрация деген сөз көп айтылады, бірақ түсініксіз. Градиент концентрация дегеніміз бұл қысым қай жаққа сені итереді, солмен жүретін болса, онда ол градиент концентрация бойымен деген сөз. Мысалға, пассивті транспортты егер дәрілік препарат қолданатын болса, онда ол қысым қай жаққа итереді, сол жаққа қарай жүреді. Мысалға, ағзаға белгілі бір дәрінің молекуласы түсті, сол молекула жүрекке баратыр, қысым бойынша. Егер сол жүрекке баратын болса, қысым бойынша, онда сол дәрілік препараттың молекуласы пассивті транспортты қолданады. Өйткені пассивті транспорттың негізгі талаптарының бірі бұл градиент концентрация бойынша жүру. Яғни қысым қайда итереді, солай жүресің. Сәйкесінше қысым итеріп жатқандықтан АТФ-тің қажеттілігі жоқ. Яғни энергия қажет емес. Не үшін қажет емес? Өйткені итак молекуланы бізде АТФ өзі, градиент концентрация өзі бізге көмектесіп жатыр. Ал активті транспорт бұл қысымға қарама-қарсы жүреді, өйткені қысым белгілі бір керек емес тіндерге дәрілік препаратты итеріп жіберуі мүмкін. Сол себептен де дәрілік препарат ағзадағы активті транспорттың көмегін сұрауға мұқтаж. Сол себептен де активті транспорт ол қысым қажет емес тіндерге итерген кезде көмектесетін бір керемет құрал. Яғни ол градиент концентрацияға қарама-қарсы жүреді. Және де АТФ-ті мүлдем қажет ету керек. Түсінікті ғой? Кешіріңіздер. Так, енді қысқаша түсініп кетейік. Пассивті транспорт, міне мысалға молекуламыз тұр. Егер ол пассивті транспортты қолданатын болса, онда оның тағы да екі нұсқасы болады. Ол жеңілдетілген және де қарапайым. Жеңілдетілген деп қай кезде біз айтамыз? Егер де молекуланың кіруіне белоктар көмектесетін болса, не болмаса белгілі бір каналдар көмектесетін болса, онда біз пассивті транспорттың жеңілдетілген түрі деп айтсақ болады. Ал қарапайым пассивті транспорт деген сөз. Бұл ешқандай молекула, белок, ешқандай бір каналдардың көмегін қажет етпейді. Ол өзімен өзі емін еркін мембрананың ішіне кіреді, клетканың ішіне диффузия арқылы өтіп кетеді. Сол себептен де оның аты қарапайым. Оған ешқандай, былайша айтқанда, талап қажеті жоқ. Ал енді активті транспортқа келетін болсақ, активті транспорт оның өзінің тағы да екі нұсқасы бар. Бұл біріншілікті транспорт, екіншілікті транспорт. Айырмашылығы неде? Біріншілікті активті транспорт дегеніміз бұл градиент концентрация қарама-қарсы жүрген кезде бір молекула өзінің АТФ-ін 100%-ке қолданады. Яғни, мысалға, бізге клеткадан шығу керек болатын болса, біз градиент концентрация қарама-қарсы жүріп жатырық. Егер осы молекула 100% энергияны өзі қолданып жүретін болса, онда ол активті транспорттың біріншілікті түрі деп есептелінеді. Ал егерде
осы молекула шығып жатқан кезде тағы да бір қасында молекула, былайша айтқанда маған көмектесші, мен де алып кетші деген бір әңгімелер болатын болса, онда екіншілікті транспорт дейді. Өйткені мынау молекула 100% энергиясын бөлсет, 50%-ін осы аталмыш молекулаға беріп жүреді. Енді осы жерде бір айтып кететін кішігірім факттер бар. Екіншілікті транспорттың өзі тағы екіге бөлінеді. Ол симпорт және антипорт. Симпорт дегеніміз не? Егерде осы молекула өзінің энергиясын бөліп беріп, сол молекуламен бірге бір бағытта кететін болса, онда ол симпорт деп аталады. Егерде сұраған молекуласы энергиясын алып, екіншілікті молекула басқа бағытта кетіп қалатын болса, онда ол антипорт деп аталады.